Шаяның шынары болған аяттың сұлулығына ардақтағай талайлар тамсанып, ауыздың суы құрғып, сұқтанып қарағаны сөзсіз. Ал енді біз қазақ халқы қыз баласын гүлге теңесек, осы бақшамызды жайқатып өскен, қырдың қызғалдағындай құлпырған аятымызға көзі түскен, көзіне кейін сөзі салған, сөзіне кейін екі жақтың келісімен арнайы өзі келіп алып кетуге келіп отырған, жаңа ғана өздеріңізге айтып өттім, Найман елдің азаматы, болашақ қазақ елінің туын желбіретер ардақты ұлдарымыз, саятымызда есіктің аузына жүрегі дүрсілдеп, осы тойға кірсем деп отыр ағайын. Қыз дегенің гүл ғой үлбіреген сәттері бір бөлең, дүние жұпарын шашып гүлдемесе, әсемдіктің әлемін бүлдіререм. Қыз қонады өрдегі қиясына, тәлім алады ана деген ұясынан. Қыз дегенің бір елдің анасы боп, ұл мен қызы самғатар қияшынға. Ендеше ардақты көпшілік қауым, біз торқалы тойханамыздың төріне әлгінде ғана қылау түспеген жаңа құдалар қадам басса, сол жаңа құдалардың ортасына еркелеп келген саяттай күйеу балдарыңызды күн бірлеген күйдің құдіретменен ортаға қарсылайық. Пайғамбарды күйеу баласын сыйлаған қол соғып қошеметпен. Көпшіліктің сүйіктісі болып келіп отырған саят басқан адам құтты болсын. Енді қызымызды алып кетем деп асықпаңыз. Бүгін 2 жасқа дейінгі тілекті бағыштаймыз. Ендеше қолыңыздағы гүліңізді аят қызымызға табыстаңыз. Маңдайына бір сүйіп қойға рұқсат етіп қол шабалаққа қойыңыздар ағайын. Міне, қымбатты көпшілік қауым, шаңырағымыздың гүлі, көңіліміздің нұры болған. Аятымызда өмірлік серігі саятпенен қол ұстасып үлкен дақыл жолға аттанды.
Ал енді осылардың болашағына азық болатындай, тіршілігіне қазық болатындай, осы отырған төрт көзіміз түгел тілек айтуға келіп отырмыз ардақты ағайын. Құдай тағаламды шебер ғой. Үлкен өмірге қадам басқан жас жұбайларды не атын, не затын ұқсастырып қояды екен. Бүгінгі тойымыздың басты кейіпкері болған осы жас жұбайлардың атына қарасаңыздар ұқсайды. Күйеу баланың есімі Асан Шарпан, аты Саят, қылықты қызымыз Аят. Олай болатын болса, Аят пенен Саятты бір құдайым жарқасын деп, қол ұстасқан жас жұбайларымызды тіл көзін сақтасын деп, өмірлері аққу мен қаздай, көктем мен жаздай, жұптарын жазбай, мәңгілік бірге болсын деп, той төрі бақыт тұғырына шақырайын. Қошеметтеріңізбен ағайын. Орныңызды тұрып, ол жауапты қоймаймыздар.